Сәлем әлем, сіз Саяхат YouTube арнасындасыз. Адам баласына жол өте қажет. Жол арқылы біз кез келген жерге жете аламыз. Бірақ әлемде өте қауіпті жолдар көп екен. Сондай жолдардың біразын біз осы видеода көрсететін боламыз. Норвегияда орналасқан Атлантикалық жол кішкентай елді мекендерді байланыстырады. Осы тас жолда туристер жиі кездеседі, өйткені бұл жерде көптеген әдемі әрі ғажайып пейзаждар көп. Бірақ қызыққа батып мұқият болуын ұмытуға болмайды, өйткені су толқынының күші соншалықты, ол тіпті адамды емес, машинаны төңкеріп алып кете алады. Далтон хайвей жолы біріншіден ең саңырау және қарлы әрі мұзды жол болып табылады. Бұл жолдың қашықтығы 666 километр. Санаулы секундта жүргізуші көлік бағытын жоғалтып алып, жол апатына ұшырауы мүмкін. Бұл ұзын және қауіпті қашықтықтағы жолда небары 3 ғана кішкентай ауыл кездеседі. Және машиналар жиі жүре бермейді. Сондықтан, егер сіз бұл жолда жол апатына ұшырайтын болсаңыз, көмек көрмей қалуыңыз мүмкін. Эшима Охаси көпірі Жапониядағы екі қаланы байланыстырады. Оның ұзындығы 2 километрге дейін жуық. Егер осы көпір жолына алыстан қарайтын болсақ, бұл көпірге міну деген ой жаман болатын сияқты. Және бұл жолға міне аламын ба деген ой келеді. Көпірдің осындай биіктігі астынан кемелер өте алсын деп жасалған болатын. Гималайдың қауіпті жолы таудың жоғарғы биіктігінде орналасқан. Бұрын бұл жол бір мемлекеттен екінші мемлекетке апаратын жалғыз жол болатын еді. Сондықтан бұл жол үлкен сұранысқа ие болған. Алайда қазір әрине басқа жаңа әрі қауіпсіз жол салынған. Бірақ экстрим мен адреналинді жақсы көретін адамдар осы жолмен жиі өтеді. Келесі біздің қауіпті жолымыз Троль жолы деп аталады. Ол Норвегиядағы екі қала ортасында орналасқан. Бұл жол қыс және көктем бойы жабық болады. Алайда жаз мезгілі жүргізушілердің ең сүйікті қозғалыс бағыты осы жолда. Өйткені бұл жол қауіпті болса да, қызық жол, адреналинді оятатын жол. Капитан жолы шахтер жабдықтарын тасымалдау үшін тауда пайда болған. Бұрын осы мекенде алтын қазбаларын өндіретін болатын, ал қазіргі уақытта жол өте қауіпті және танымал болып табылады. Егер жаңбыр жауатын болса, жол балшыққа айналып үгіледі, және әрдайым жол опырылады да адамдар қаза табады. Стельвио жолы Шығыс Альпасының ең биік тас жолы деп саналады. Бұл жолда өткір бұрылыстар жиі кездеседі. Ерекше зигзаг сияқты бағыт қозғалысы басты айналдырып тастауы мүмкін. Бұл қауіпті жолды небары кішкентай ғана тас қоршаулары қорғайды. Сондықтан сіз үлкен жылдамдықпен жүретін болсаңыз, осындай тастардың сізді ұстап қалуы екі талай. Сычуань-Тибет жолы жоғарыдан тас құлауы мен көшкіндерге бай болып табылады. Бұл жол бағытында экстремалды ауа райы жағдайлары көп болып тұрады. Сондықтан жолды бірнеше айға дейін жиі жауып тастап отырады. Жол жоғарыда орналасқандықтан осы жерде кислород жеткіліксіз. Әрине, Сычуань-Тибет жолы ғажайып көріністерге толы. Бірақ бұл жол өте қауіпті және қорқынышты жол болып табылады. Тағы да Қытай және Джолинг туннелі. Жергілікті тұрғындар осы туннель қателікті кешірмейді деп айтады. Және де осы жер сондай атқа лайықты. Осы туннельде көптеген тесіктер бар. Олар құлама кескін жарларға апарады. Ал жолдың өзі өте тар, сондықтан екі машина өтуі өте қиын және қауіпті жағдайларға әкеледі. Боливияда орналасқан Ла-Пас және Карайков қалалар арасындағы жол қашықтығы 69 километр. Бұл жол әлемдегі ең қауіпті жол деп саналады. Оны өлім жолы деп атайды, өйткені бұл жолда жыл сайын 150-ге жуық адам өледі. Жол өте тар болғандықтан осы жерде тіпті бірнеше емес, бірақ қана үлкен машинаға өтуге өте қиын. Сондықтан жүргізушілер бір-бірімен ақылдасып, кім-кімді өткізетінін алдын ала ойластырады. Бірақ осы жолдың тар болғаны жолдың жалғыз проблемасы емес. Осы мекенде жиі тұман және жаңбыр жауып тұрады, сондықтан жол өте балшық болып үгіледі. Және тұман болғандықтан жол тек қана бірнеше метрге көрінеді. Ал енді елестетіп көріңіз, жергілікті тұрғындар осы жолдармен күн сайын жүріп жүреді. Егер сізге адреналин жетпей тұрса, осы видеода көрсетілген жолдарға баруыңызға болады. Ал егер сіз тағы да қызықты видеоларды көргіңіз келсе, біздің Саяхат YouTube арнасына тіркеліңіз.